Жақсылықтың үлкен кішісі болмайды. Азғана жақсылық ешбір жақсылық жасамағаннан қайырлы. Осылайша адам баласы мына дүниеде жүріп жасаған тозаңның салмағандай жақсылығының пайдасын көреді. Сондай-ақ жақсылық ұлт пен ұлысты, дін мен ділді талғап таңдамайды. Ал Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жақсылық жасаудан кенде қалған емес. Бұл жолда үлкен істің қасынан табылды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Астана қаласындағы өкілдігі мен Зекет қоры өкілдігінің ұйымдастыруымен өткен қайырымдылық шарасына елордадағы Әзірет Сұлтан, Ғылмани, Төлебай және Әссәләм мешіттері де атсалысты. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Осылайша бір мезгілде басталған қайырымдылық шарасы жалпы саны 1200 жанды қамтыды. Демеуші азаматтардың қаржылай қолдауымен жүзеге асқан игі бастама аясында Әзірет Сұлтан мешітіндегі қайырымдылық дастарханынан 600 жан дәм татса, қалған 3 құлшылық ордасының әрқайсысынан 200-дей мұқтаж жандар мейман болып қайтты. Келген жамағатқа имамдар уағыз насихат айтып, көпшілікті жақсылық жасауға шақырды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы баршамызға белгілі болғандай бірнеше бағытта жұмыс жасайды. Соның негізгі бағытының бірі ол қайырымдылық бағыты. Барынша осы Қазақстан еліндегі муфтиятқа қарасты мешіттердің барлығында имамдарымыз шамасы келгенше әйтеуір сол халқына қайырымдылық жасаумен айналысып келе жатыр. Мінекей бүгін соның да бір кезекті бір шаралардың бірі. Әрине бұның өзінің осы Құдай асқа арнайы көмектескен азаматтар бар. Алла Тағала олардың ниетін қабыл етсін. Дегенмен осы мешітте қызметкерлер муфтият ұйымдастырып, бүгін Астана қаласында 4 мешітте, Алматы қаласында 6 мешітте бір мезетте осындай қайырымдылық асы беріліп жатыр. Алла қабыл етсін. Жақсылық жасауда оң қолыңның бергенін сол қолың көрмесін деген ұстанып, осы дастарханға үлес қосқандар алдымен сауапқа кенелудің жолын іздеді. Ақсақалды қариядан бастап, ақ жаулықты аналарымыз жарты құрма болса да садақа берудің сауабына тоқталды. Ағынан жарылып, ақ батасын берді. Көпшілік ізгі тілектің соңынан терме жырға сусындап қайтты. Қазақстан діни басқармасының тарапынан беріліп атқан акциялар Алла қабыл етсін, қабыл болсын. Келген адамдарға қадамдарыңыз сауаптан болып, тілектеріңіз қабыл болсын. Аллаху акбар. Осынша адамның сауабын алып отыр. Үлкен рахмет. Мешітке де рахмет. Мен өзім 2 жүгіріп ойлайтын, қашан қарасақ, мешіт маған көмектеседі. Алла разы болсын, ризамын. Рахмет сіздерге. Жақсылық пен ізгіліктің дәріптеушісі еліміздегі мешіттер егістің жалғасатынын жеткізді. Мұқтаж жандардың алғысы мен сауабына кенелген демеуші азаматтардың табысына береке берсін.